Сәлем достар, бүгін сіздерге керемет хит болған Whoopie Pie тортының оригинал рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен маған қолдау ретінде парақшаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырамыз және видеоны соңына дейін көріп шығамыз. Осындай құрғақ ыдысқа 4 жұмыртқаны саламыз. Сіздерде кіші жұмыртқа болса, 5 салсаңыздар жеткілікті болады. Оның үстіне осы қантымызды салып, миксердің көмегімен 2 минуттай араластырып шығамыз. Достар, мен дәл осы рецептпен 3 жылдай болып қалдым Whoopie Pie тортын дайындап жүргеніме. Сол себептен алаңсыз осы рецепті қолдансаңыздар болады. Шоколад пен сары майымызды микротолқынды пеште ерітіп, осылай жақсылап араластырамыз. Арасында ешқандай түйіршіктер болмау керек. Осыны ыдысымызға құйып, тағы да миксердің көмегімен 2 минуттай араластырып шығамыз. Мен шоколадты тек Рахаттың Қазақстан деген шоколадын қолданамын. Достар, менде дәл осы рецептпен диаметрі 20 сантиметрлік торт шықты, яғни шағын ғана торт. Егер үлкендеу торт жасағыларыңыз келсе, дәл осы рецепті 2 есе етіп жасасаңыздар болады. Енді құрғақ заттарымызды осындай ситаның көмегімен өткіземіз, яғни он разрыхлитель, какао барлығын осы ситаға салып, жақсылап елегіштен өткіземіз. Міндетті түрде сита қолданыңыздар. Сол кезде сіздердің бисквиттеріңіз әдемі болып шығады. Арасында ешқандай түйіршіктер болмайды. Бізде осындай масса шықты. Қатты қою емес, сұйық та емес, орташа масса шығады. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Енді осы противеннің үстіне пергаментная бумаганы саламыз. Мен Поклан деген фирманы қолданамын. Сондай жақсы фирма, жақсы пергаментная бумага, асты жабыспайды. Біздің бисквиттеріміз жақсы піседі. Мен осындай массамызды 3-ке бөлдім. Көз мөлшермен осылай бөліп шықтым. Егер сіздер жаңағы бисквиттеріңіздің барлығын бірдей шыққандарын қаласаңыздар, онда таразыға тартып 3-ке бөлсеңіздер болады. Осылай жақсылап жайып, қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 7-8 минуттай пісіріп аламыз. Әр пеш әрқалай болғандықтан, ол үшін біз зубочистканың көмегімен тексереміз. Міндетті түрде дәл ортасына салып көрген кезде бисквитіміз, жаңағы зубочисткамыз құрғақ болу керек. Біздің Whoopie Pie бисквиті дайын болды. Бисквитіміз, қараңыздар, асты ешқандай жабыспады, сондай көтеріліп, әдемі болып пісті. Барлығында дәл осылай пісіріп шығамыз. Біздің корждарымыз дайын болды. Қараңыздар, 3 корж шықты осындай. Диаметрі менде шамамен 20 сантиметр. Өте биік болып шығады тортымыз, себебі біздің жаңағы бисквитіміз көтеріліп, сондай әдемі болып пісті. Енді бисквитімізді орап қоямыз кішкене. Суп болғаннан кейін ораймыз. Кремін жасаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм сливки қажет болады. Оны кішкене миксерлеп, үстіне шекерді саламыз. Тағы да миксерлеп аламыз. Осындай видеодағыдай кішкене қою болғаннан кейін маскарпоне және менде Хохланд деген фирманың осындай сливочный творожный сыр дегенді қолдандым. Негізінде мен крем-чиз қолданамын, болмаса креметте деген творожный сырды қолданамын. Сол себептен мен айтқан фирманыкін қолдансаңыздар болады. Мен дәл сол фирманың заттары маған өте қатты ұнайды. Кремі өте жақсы шығады. Біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды бастаймыз. Кремімізді мен осылай 2-ге бөлдім. Осындай пищевая пленкаға саламыз. Пленкамыздың ұшын шамамен осы видеодағыдай етіп қырқамыз.
Жаңағы шариктарымыз үлкен болмаса кіші болмау керек, орташа әдемі болу керек. Астына міндетті түрде мен крем жағып алам. Сол кезде менің бисквитім сондай бір қалыпты тұрады, жылжымайды. Енді шариктарымызды жағып шығамыз. Видеоны осылай мұқият қараймыз, қыздар. Көп қыздар сұрайды менен, шаригін сен қалай түзу жасадың? Мен жасаған кезде сыртына кремі ағып кетеді, шығып кетеді, болмаса шариктарым әртүрлі болып қалады деп жатады. Сол себептен осы видеоны мұқият қарап шығыңыздар. 1-2 рет жасаған кезде әрине сіздерге қиындау болады. Ол маған да қиын болған. 3-ші рет жасағанымда мен қолым кәдімгідей үйрендім. Мен өзім дәл осы Whoopie Pie тортын жасаған кезде маған дәл шариктарын жасаған өте қатты ұнайды. Шынымды айтсам. Дәл осындай шариктар жасап шығамыз. Сондай бисквитіміздің иісі деген керемет шығып тұр. Оны әрине мен камерадан жеткізе алмаймын сіздерге. Сол үшін осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Енді екінші бисквитімізді салып, дәл солай шариктерді жасап шығамыз. Қыздар, менің каналымда оригинальный рецепт молочная девочка деген торт бар. Ол тортты да жасап көрсеңіздер болады. Ол тортты да мен шамамен 2 жылдай жасап жүрмін, сол рецепт бойынша. Өте керемет рецепт, өте дәмді торттардың бірі. Сол себептен менің парақшамда осы екінші торттың түрі, Whoopie Pie торты. Сол үшін келесі видео рецептімді міндетті түрде күтіңіздер, достар. Мен тағы да керемет торттың рецептісімен бөлісемін сіздерге. Міндетті түрде ұнайды. Сол себептен менің жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Ол үшін міндетті түрде тіркеліп парақшама колокольчикті басып қойсаңыздар, мен жаңа видео салған кезде сіздерге хабарлама барады. Міне қараңыздар, біз соңғы коржымызды осылай үстіне қойдық, креміміздің үстіне. Байқасаңыздар, мен корждың бетін алып тастадым пышақтың көмегімен. Себебі ол кішкене көтеріліп, үлкендеу болып піскен екен. Корждарым бірдей шықсын деп кішкене кесіп тастадым бірдей қылып. Енді ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад пен сары май жеткілікті. Соны микротолқынды пеште ерітіп, жақсылап ганаш дайындаймыз. Біздің тортымыз дайын болды, жартылай. Енді ганашын құйсақ, толық дайын болады. Тоңазытқышта кемінде 3-4 сағат қойып қоюымыз қажет. Сол кезде креміміз сіңіп, коржымызға тортымыз дайын болады. Дәл видеодағыдай етіп жайып шығамыз. Менде бұл жолы ганашым кішкене қоюлау болып шықты. Тортымыз дайын болды, достар. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота.